Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, ауызда ерейтіндей әдемі печеньелер пісіретін боламыз. Видеоны до конца қарап, лайк басып кетіңіздер. Алдымен бізге осындай кішкене ғана кастрюль, еріген сары май, жұмыртқа, қант, разрыхлитель, ұн және кішкентай бір чайный ложка. Бірінші кастрюлемізге ұнымызды салып аламыз. Оның артынан қантымызды саламыз. Одан кейін бір чайный ложка разрыхлителімізді саламыз. Қалауларыңыз бойынша ванилин салуға болады. Мен осылай ұнның ортасын домалақтап алдым. Жұмыртқа салуға ыңғайлы болғаны. Енді сары майымызды құямыз. Оның ортасына жұмыртқа саламыз. Енді біз илей бастаймыз қамырымызды. Енді біз осылайдан тестамызды домалатып алып, қантқа бір домалатып, кейін өзіміздің табамызға қойып, вилкамен үстін бір рет басып, қалғандарını солай жалғастыратын боламыз. Бізде осындай әдемі печеньелер шықты. Енді біз осыны пешке салайық. Енді біз ысырған пешімізге 15-20 минутқа 180 градуста пісіретін боламыз.
мінекей біздің печеньелеріміз пісті. Мынаны қараңыздар, өте әдемі, дәмді печеньелер дайын болды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Амангелді Нұрсұлы.